номері 23 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Орақова Алмагүл Шалқарбаевна. Мен бірінші Е сыныбына сауатташу пәні бойынша А дыбысы мен әрпі тақырыбының екінші сабағын алдым. Сауатташу бағдарламасымен таныса отырып, сауатташу сабағының екінші бөлімінің 2-9 бөлімшесінен 1191 және 1193 мақсатын және оқу мақсатына қол жеткізу үшін қосымша 1381 сабақ негізделген оқу мақсатын алдым. Оқушылардың бойына А дыбысын сіңіріп, оның айтылуымен жазылуын қатар мақсат қылып алдым. Сабаққа негізделген мақсат 1191 сөздегі А дыбыс түрлерін ажырату және дыбыстау. Сөздің буынынан тұратын түсіну және сөздегі буын санын анықтау. Жазу жолының жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу. Бағдарлама талаптарына сай жалпы оқудан жеке оқуға көшуіне байланысты оқу мақсатын 3 сабақ мақсатына сараладым. Қысқа мерзімді жоспарды құруда пайдаланған педагогикалық тәсілдерім: тілдік мақсат: А дыбысынан келетін сөздерді айтады, буынға бөледі. Айтылым, тыңдалым, оқылым, талқылауға арналған сұрақтар, құндылықтарды дарыту. Бұл қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікті алдым. Пәнаралық байланысқа дүниетану бірінші тапсырмада, математика екінші тапсырмада, музыка сергіту сәтінде кездеседі. Және актты қолдану дағдылары. Белсенді әдіске екінші тапсырма бойынша оқушыларымды АВС деп 3 топқа бөліп алдым. Саралау әдісінің бағалау тәсілін алдым. Бұл тәсілдің тиімділігі оқушылар үнемі бағаланып отырады. Оқушылардың қажеттілігіне қарай түзетулер жүргізіліп отырады. Жұмбақзат әдісін пайдалана отырып 3 топқа тапсырмалар беремін. Тапсырмалар оқушылардың қабілетіне қарай берілетін болады. Енді тапсырманың мақсаты сөздің буынынан тұратын түсіну және сөздегі буын санын анықтай алу. Әр топқа конвертке салынған қима суреттер беріледі. Сол суреттегі затты мұғалім тек қана сипаттап өтеді, ал оқушылардың мақсаты сол затты табу. 3 топтың тапсырма бойынша нұсқаулықтары әртүрлі. Оқушылардың қабілетіне қарай А тобына жеңіл тапсырма, В тобына орташа, С тобына күрделі тапсырма беріледі. Бұл жерде топтық жұмыстың тиімділігі оқушылардың ойлау қабілетін арттырады. Баланы тез ойлауға, тапқырлыққа, шапшаңдыққа үйретеді. Қалыптасатын дағды: бала өз ойын ашық айтуға, топпен жұмыс жасауға, ауызбіршілікке дағдыланады. Саралау тапсырма әдісі. Бұл жердегі сабақтың мақсаты сөздің буынынан тұратын түсіну және сөздегі буын санын анықтау. 3-ші тапсырма бойынша ойлан тап әдісі жұптық жұмыс қылып алдым. Ойлау деңгейі, талдау, жинақтау, саралау әдісі қорытынды тәсілін алдым. Қорытынды тәсілінің тиімділігі оқушыларға берілген тапсырма бір болғанымен күтілетін нәтиже әртүрлі болып келеді. Нұсқаулық бойынша берілген тапсырмаларды жұп болып орындайды. 3 топқа 3 түрлі мектеп ішінен суреттер алынады. Бұл жерде асхана, спортзал және кітапхана. Кестеге әріптер жасырылып, сандар арқылы көрсетіледі. Әр жұп сол сан арқылы жасырылған сөзді тауып, тапсырмаларын орындайды. Бірінші жұп суреттегі сөзді табады, шыққан сөзге дыбыстық талдау жасайды. Екінші жұп спортзал сөзін буынға бөледі және буын санын анықтайды. Үшінші жұп кітапхана туралы өз ойларын айта алады және кітапхана сөзін жаза біледі. Бұл жердегі саралаудың негізгі әдістерінің бірі оқушыларға берілген тапсырмалар арқылы оқушылардың ойлау қабілетінің шыңын, алғырлығын, жылдамдығын анықтауға көмектеседі. Бұл жерде қалыптастырушы бағалау асық арқылы алдым, яғни жақсы жауап берген жұпқа жасыл асық, орташа жауап берген оқушыларға қызыл асық бердім. Келесі сабаққа негізделген оқу мақсаттары бойынша критериалды бағалау жүргізіледі. Бірінші сөздегі А дыбысы түрлерін ажырату және дұрыс дыбыстау. Екінші сөздің буынынан тұратын түсіну және сөздегі буын санын анықтау. Үшінші жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу. Критериалды бағалаудың тиімділігі: оқушыларға тапсырмалар беру арқылы сабақ мақсатына жету. Бірінші тапсырма бойынша ұжымдық жұмысқа кім жылдам әдісін алдым. Тапсырма мақсаты: А дыбыс түрлерін ажыратады және дұрыс дыбыстайды. Саралау әдісіне қарқын тәсілін алдым. Бұл тәсілдің тиімділігі оқушыларға тапсырма беру арқылы кейбір оқушылардың басқаларға қарағанда жылдам жұмыс істейтінін анықтайды. Тапсырма бойынша нұсқаулық: заттардың атын табады, А дыбысына сөздер айтып, дыбыстық талдау жасайды. Интербелсенді тақтаға ағаш, анар, ақша, алмұрт, айран, ата, тағы басқа суреттер шығарылады. Оқушылар сол сөздерге дыбыстық талдау жасайды. Бұл тапсырмада оқушылар заттардың атын табады, ал дыбысына сөздер айту арқылы дыбыстық талдау жасайды. Бекіту сұрақтары арқылы оқушылар түсінгенін нақтылайды. Жұлдызша арқылы оқушыларды бағалаймын. Қалыптастырушы бағалаудың тиімділігі: оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын оятып, білімін шыңдауға ықпал етеді. Ал дескриптордың тиімділігі оқушының білімін, қабылдай алуын анықтауға көмектеседі. Кері байланыстың тиімділігі оқушының алған білімін нақтылау.
Ықшам сабақ БМЖ курсынан мен не үйрендім? Саралау әдісінің пайдасын, критериялы бағалаудың тиімділігін, жаңа идеялы, қысқа мерзімді жоспар құру, жаңа әдіс тәсілдер және жаңа технологиялар меңгеруді үйрендім. Білім мазмұнын жаңарту барысында мұғалімдермен қысқа мерзімді жоспар құрып үйрендім. Сабақта пайдаланатын әдіс тәсілдер түрлерін тренер Марал Әділгерейқызынан үйрендім. Сабақты жүйелі жоспарлау, сабақ мақсатын дұрыс құруды меңгердім. Осы курстан алған білімімді алдағы уақытта өзімнің әріптестеріммен бөлісіп, жас мамандарға үйретемін деген ойдамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Нөмір 18 орта мектептің бастауыш сынып пәні мұғалімі Рысқалиева Қалдыгүл Оңдасының қызы. Осы жаңартылған білім бағдарламасы бойынша біліктілік курсынан қысқа мерзімді жоспар құруды меңгергенімді 3-ші сыныптың әдебиетті оқу пәніне құрып отырмын. Тақырыбым құмырсқаның қанағаты. Ортақ тақырыбы жанды табиғат. Әдебиеттік оқу бағдарламасымен таныса отырып, ішінен 2-ші оқылым бөлімінің 2/6 бөлімшесінен сабаққа негізделген 3/2, 6/1 оқу мақсатын таңдадым. Яғни, кейіпкердің портретін сипаттау, оның іс-әрекеті мен мінез құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып бағалау. Жалпы оқудан жеке оқуға көшуге байланысты оқу мақсатын 3 сабақ мақсатына сараладым. Бірінші, мәтін кейіпкерлерінің портретін сипаттайды. Екінші, кейіпкердің іс-әрекеті мен мінез құлқының өзгеру себептерін талқылайды. Үшінші, кейіпкердің мінез құлқын бағалайды. Осы оқу мақсатына жету үшін төмендегідей педагогикалық әдіс тәсілдерді пайдаланамын. Қысқа мерзімдік жоспар құруда тілдік мақсаттың барын білдім, сондықтан сөздік қорын дамыту деген мақсат қойып отырмын. Заманның талабына қарай мәтінге байланысты 3 тілде білуін қарастырамын. Ертегі сказка, стори, құмырсқа, муравей, ант. Қысқа мерзімдік жоспар құруда мынадай төменде көріп отырғаныңыздай ресурстарды қолданамын. Осы курста бағдарламаға негізделген құндылықтың барын түсіндім. Оны дарыту мақсатында еңбек және шығармашылық деген құндылықты қойып отырмын. Өзін-өзі тану, қазақ тілі, дүниетану пәндерімен пәнаралық байланысты алып отырмын. Смарт бойынша мақсатты жоспарлауды үйрендім. Бірінші, оқу мақсаты негізінде сабақ мақсаты нақты қойылды. Өлшемді 3 тапсырма, қолжетімді қолда бар материалдар, шынайы қолжетімді жас ерекшелігіне сай тапсырмалар берілді. Мақсаттар уақыт бойынша есептелінген. Менің осы қысқа мерзімдік жоспарымнан білім алушылар өз тәжірибесінде оқып білім алады. Білім мазмұнын жаңарту курсында интербелсенді әдістермен таныстым. Оны қысқа мерзімдік жоспарымның барлық тапсырмаларында қолданамын. Сондай әдістердің біріне тоқталып өтейін. 3-ші тапсырмадағы синтез әдісі. Тапсырманы оқушыларға мұғалім басшылығымен ұжымдық жеке жұмыс түрінде қабілетіне қарай шиыршықтау әдісімен қарапайымнан күрделіге қарай саралап беремін. Осылай оқушыларға тапсырманы бере отырып, олардан әртүрлі нәтиже күтемін. А тобының білім алушылары тапсырманы орындайды. Яғни шашылған буындардан ертегі кейіпкерінің мінез құлқын бағалайтын сөздер құрастыра алады. Б тобының білім алушыларынан күрделі нәтиже күтемін. Тақырыпқа байланысты ребус құрастырады. Шешіміне сәйкес кейіпкердің мінез құлқын бағалайтын сөйлем жазады. С тобының білім алушыларынан жоғары нәтиже күтемін. Тақырыпқа байланысты кейіпкердің мінез құлқын бағалауға эссе жазады. Осы әдісті қолдану негізінде оқушылардың оқылым, жазылым, коммуникативтік дағдысы қалыптасады. Білу, түсіну, қолдану, талдау, ойлау деңгейі артады. Нәтижесінде тақырыпқа байланысты шығармашылық жұмыстар құрастыра алады. Сабақ мақсатына сәйкес кейіпкердің мінез құлқын бағалайды. Синтез әдісі арқылы білім алушылардың оқуға ынталары артады. Өзара ынтымақтастықта жұмыс жасауына ықпал етеді. Өз әрекетіне жауапкершілігі, өзіне сын көзбен қарау қабілеті артады. Оқушылардың танымдық белсенділігі мен шығармашылықпен жұмыс істеу, ынтымақтасып жұмыс жасау дағдылары дамиды. Ұжымдық жеке жұмыстың тиімділігі, білім алушылар өз ойларын нақты айта жаза алады. Бір-бірін бағалау дағдысы берілген тапсырманы толық меңгеруіне ықпалын тигізеді. Осы әдісте қалыптастырушы бағалау ретінде өзін-өзі бағалау әдісін қолданамын.
Оның тиімділігі оқушы өзін әділ, шынайы бағалайды. Келесі, осы курста үйренгенімнің бірі саралау тәсілі. Оны қысқа мерзімдік жоспар құруда барлық тапсырмада қамтимын. Мұнда мен қарқын тәсіліне екінші тапсырманы алып отырмын. Қысқа мерзімдік жоспар құрған кезде мен сабақ мақсатын саралап аламын. Сыныпта қарапайым, орташа, жоғары қабілетті оқушылар бар, сондықтан шамам келгенше саралауға икемдедім. Екінші тапсырма жұптық жұмыс түрінде жүреді. Мұнда сабаққа қойылатын мақсат кейіпкерлердің іс-әрекеті мен мінез-құлқының өзгеру себептерін талқылайды. Мұнда белсенді оқыту бір образ әдісін аламын. Осы бір образ әдісі арқылы ертегі кейіпкерлерінің мінез-құлқының өзгеру себептерін жұпта талқылайды. Оқушылар бір-бірімен ой бөліседі, идеяларын ортаға салады. Нәтижесінде А тобы оқушыларынан қарапайым нәтиже күтемін, яғни кейіпкерге мінездеме береді. Б тобы оқушыларынан күрделі нәтиже күтемін, яғни кейіпкердің іс-әрекетін, мінез-құлқының өзгеру себептерін анықтайды, бағалайды. С тобы оқушыларынан жоғары нәтиже күтемін, яғни кейіпкерлердің іс-әрекетін талдап, мінез-құлқының өзгеру себептерін анықтап, қорытынды талдау жасайды. Қарқын тәсілінің тиімділігі оқушылар қажеттілігіне қарай тапсырманы орындайды, қарапайымнан күрделіге қарай қарқындап жүреді. Қабілеті төмен оқушыларға қолдау көрсетіледі. Саралаудағы мақсатым қабілеті төмен және жоғары оқушыларды анықтау, оқу қабілетін одан әрі дамыту. Саралап қарқындап оқыта отырып білім алушылардың өз тәжірибесінде оқып білім алуын және өздігінен жұмыс жасау, ой қорыту және коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру. Осы тапсырмада 2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы бағалатамын. Осы әдістің тиімділігі оқушылар бір-бірін және де әділ бағалайды. Бір-біріне өзінің пікірін, кемшілігін, жетістігін айта алады. Және де осы жаңартылған оқу бағдарламасы курсынан критериалдық бағалауды үйрендім. Оны қысқа мерзімдік жоспарыма енгіземін. Бірінші тапсырмамда критериалдық бағалауды қалай енгізгенді айта кетейін. Жалпы дескриптордың тиімділігі оқушы жұмысын бағалайтын тұжырым екен. Сондықтан мен оқу мақсатынан шыққан 3 сабақ мақсатында мынандай дескрипторлар құрамын. А тобы мәтін кейіпкерлерінің портретін сипаттайды. Б тобы мәтін кейіпкерлерінің портретін сипаттайды, кейіпкер іс-әрекетін талдайды, кейіпкерлер туралы ойын жазады. С тобы мәтін кейіпкерлерінің портретін сипаттайды, кейіпкер іс-әрекетін талдайды, кейіпкерлерге баға береді. Осы тапсырманы орындау барысында топтық бағалау медалдар әдісін аламын. Бұл әдісте оқушылардың тапсырмаларды орындау кезінде шабыты артады. Қола, күміс, алтын медалдар беру арқылы оқушыларды сабаққа одан әрі қызықтырамын. Қалыптастырушы бағалаудың тиімділігі. Оқушының пәнге деген қызығушылығы, логикалық ойлау артады, өз ойын еркін айту, жеткізу дағдысы қалыптасады. Өзінің оқу жетістіктерін бағалап отырады және оқушы білімінің одан әрі дамуына ықпал етеді. Мұғалім мен оқушының арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді. Мен кері байланысқа ұшақ әдісін аламын. Оның тиімділігі мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы жақсарады, оқушы өзінің осал және мықты тұстарын анықтайды, оқушының оқуға деген қызығушылығы артады. Осы ықшам сабақтағы алған әсерім. Қысқа мерзімдік жоспар құруда, оқу бағдарламасы мақсаттарын таңдауда, оқу мақсатына сабақ мақсаттарын шығаруда, саралау тәсілін меңгеруде қиындықтар болды. Осы қиындықты кері байланыс нәтижесінде тренерінен үйреніп меңгердім. Оқу бағдарламасынан жаңа әдіс тәсілдеп үйрендім, саралау әдісінің тиімділігін түсіндім, іздену арқылы жаңа ақпарат алдым, жаңа идеялар менде пайда болды, әріптестеріммен тәжірибе алмастым.
Менің осы бағдарламадан түсінгенім, жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша әрбір білім алушының жүрегіне жол тауып, оның алға қарай ұмтылуына, елдің болашақ ұрпағының білімді болып шығуына, мұғалімдердің білім беруде үлкен рөл атқаратынына көз жеткіздім. Осы бағдарламаны ары қарай мен өз іс тәжірибемде алдағы уақытта үйренемін, өз тәжірибеме қолданамын. Нөмір 18 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Сәрсенбаева Рая Хамадиновна. Осы біліктілікті арттыру курсында қысқа мерзімді жоспарды меңгергенімді 2-ші сыныбының математика пәнінен құрастырып отырмын. Математика бағдарламасына таныса отырып, соның ішінен сабақ тақырыбы 21-ден 100-ге дейінгі сандар. Бөлім 1. Сандар мен өлшемдер. Бөлімше 1-1. Натурал сандар және нөл саны бөлшектер. Бөлімшесінен оқу мақсатын таңдадым. Оқу мақсаты 2-1-1-2. Екі таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру. Оқу мақсаты алған себебім 100-ге дейінгі сандарды оқыттырамын, жаздырамын және салыстырамын. Оқу мақсатынан 3 сабақ мақсатын сараладым. Сабақ мақсаты 21-ден 100-ге дейінгі сандарды оқиды, жазады және салыстырады. Екінші, 21-ден 100-ге дейінгі сандардың бірліктері менен ондықтарын тапсырмаларды құрастырады, қолданады. Үшінші, екі таңбалы сандарды қосу және азайту амалдарын орындайды. Осы қысқа мерзімді жоспарды құруда осы мақсатқа жету үшін мынандай педагогикалық әдіс тәсілдерді пайдаландым. Тілдік мақсат. 100-ге дейінгі екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Сөздерді сөздік қорына қолдандым. Пәнаралық байланыс, қазақ тілі және әдебиеттік оқу. Белсенді әдіс, топтық жұмыс, саралау тәсілі, тапсырма әдісі. Ашық және жабық сұрақ. Үштілділік: сан, число, нембе. Сөз тіркестері, терминдер. Құндылықтарды дамыту, ықшамды, ынтымақтастық, бірлік, достық. Осы сабақтағы смарт жоспарымды айта кетейін. Оқу мақсаты негізінде сабақ мақсаты нақты қойылды. Сұрақтардың жауабын табу өлшемді болды. Тақырыпқа сай әдіс тәсілдер қолданылды. Тапсырмалар шынайы түрде алынды. Уақыт тиімді пайдаланылды. Осы курста үйренген әдістерімнің бірі белсенді әдіс. Белсенді әдіске топтық жұмыс ұйымдастырдым. Оқушыларды А, Б, С тобына бөле отырып, кесте толтыру әдісімен тапсырмалар дайындадым. 3 топқа арналған тапсырмаларды таныстыра өтейін. А тобы 1-ден 30-ға дейінгі сандар арасында түсіп қалған сандарды жазады. Б тобы 31-ден 60-ға дейінгі сандар арасынан жасырынған сандардың көрші сандарын табады. С тобы жасырын тұрған сандарды бір бірлікке арттырады, бір бірлікке кемітіп жазады. Топтық жұмыстың тиімділігі: бірлесіп әрекет ету арқылы бірлесіп шешім қабылдауға, пікір алысуға, өз ойын ашық айтуға дағдыланады. Білім алушыда қалыптасатын дағдылар: есте сақтау, еркін сөйлеу, жылдам ойлау дағдылары қалыптасады. Кесте толтыру әдісі арқылы белсенді оқуға ынталары артады. Топта өз шешімін достарымен біріктіреді, сыныптастарына деген сенімділігі, жауапкершілігі артады. Менің осы курста тағы бір үйренгенім саралау тәсілі. Саралау тәсіліне тапсырма әдісін алдым. Оқушылар қабілетін нақты назарда ұстай отырып, сабақ мақсатын қарапайымнан күрделіге қарай ұйымдастырдым. Саралау тәсілінде тапсырма әдісін жұптық жұмысты пайдаландым. Жұптық жұмыс көршін мен кеңес әдісі арқылы тапсырмаларды орындайды. А жұбы ондықтарды тура және кері ретімен санайды. Б жұбы
бір таңбалы сандар менен екі таңбалы сандарды бөліп жазады. С жұбы бос ұяшықтарға ондықтар мен бірліктерді ажыратып жазады. Тапсырма тәсілінің тиімділігі: білім деңгейі әртүрлі оқушыларға арналған тапсырмалар беріледі. Қажеттілігіне қарай тапсырмалар күрделеніп отырады. Білім деңгейіне қарай нәтиже күтіледі. Білім алушыларды дағдылар. Саралау әдісінде білім алушыларды өз бетінше тұжырым жасау, қорытынды шешімге келу, өз ойын айту, айта алуға дағдыларды қалыптастырады. Осы бағдарламамды қысқа мерзімді жоспарды құруда критериалды бағалау менен таныстырамын. Оқу мақсаты 2 таңбалы сандарды құру және жазу, салыстыру. Оқу мақсатын пайдаланып шығарған сабақ мақсатына тоқталар болсам, бірінші сабақ мақсат 1-ден 100-ге дейінгі сандарды оқиды, жазады, салыстырады. Екінші, 2 таңбалы сандарды қосу және азайту амалдарын орындайды. Үшінші, 21-ден 100-ге дейінгі сандардың бірліктері мен ондықтарын тапсырмаларда қолданады. Осы сабақ мақсатында мынандай бағалау критерийлерін құрдым. 21-ден 100-ге дейінгі сандарды оқып, жазып, салыстыра алады. 21-ден 100-ге дейінгі сандардың бірліктері мен ондықтарын тапсырмаларда қолдана алады. Тапсырмалардан қосу және азайту амалдарын орындай алады. Критериалды бағалаудың тиімділігі: сабақ мақсатындағы тапсырмаларды орындай отырып, кездескен қиындықтарды табуға, білімдерін әділ бағалауға, білім алушы менен мұғалімнің арасында кері байланысты орнатуға мүмкіндік береді. Осы критериалды бағалауды 3-ші тапсырмаға қалай енгізгенім туралы айта кетейін. 3-ші тапсырмада кім жылдам әдіс арқылы жеке жұмыс ұйымдастырдым. Жеке жұмыста 3 деңгейлі тапсырма жайында айтып кетемін. Критериалды бағалау тапсырмалардан қосу мен азайту амалдарын орындай алады. А жұбына қосу мен азайту амалдарын орында, Б жұбына есеп шығару, С жұбына ондық пен есепте. Дискриптері: А жұбының қосу мен азайту амалдарын орындайды. Б жұбы екінші сыныпта қанша оқушы бар екенін табады. Үшінші тапсырмада тапсырмалардан неше ондық бар екенін табады. Дескриптордың тиімділігі: оқушының тапсырмаларды орындау барысында нені біледі, нені білмейді, қай тұста есептеуге қиналды, не істей алмайтындығын анықтауға мүмкіндік береді. Қалыптастырушы бағалаудың тиімділігі: білім алушылардың есеп шығаруда өз білімдері туралы қорытынды жасауға және нәтижесін жақсарту үшін керекті шешім жасауға ықпал етеді. Кері байланыс. Кері байланысқа таңдау әдісін алдым. Оқушылар төмендегі бос орынға плюс-минус белшесін қою арқылы сабаққа деген және сабақтан алған білім деңгейлерін білдіре алады. Кері байланыстың тиімділігі: оқушы өзін өзі бағалауды үйренеді, өз білімінің артықшылығы менен кемшілігін көріп, ары қарай қалай даму керек екен, нені үйрену керектігін білетін болады. Осы сабағымды қалыптастырушы бағалауға 2 жұлдыз 1 тілек әдісін алдым. Оқушылар бір-біріне 1 жұлдыз ұсынады, 1 тілек айтады. Осы әдістің тиімділігі: оқушылар бір-бірін әділ бағалайды, бір-біріне деген сенім қалыптасады. Ақшам сабақты жоспарлаудың ықпалы. Осы курста сабақ жоспарымда әдіс тәсілдерді қолдануды, оқу мақсатынан сабақ мақсаттың оңай құруды, оқушылардың деңгейіне байланысты саралау тапсырмаларын тиімді пайдалануды, сабақ барысында критериалды бағалауға назар аудару керектігін үйрендім. Курс барысында әріптесім Айнұрдан критериалды бағалауды құру жолын үйрендім
және әріптесім Айжаннан тапсырмаларда саралау тәсілдерін қалай пайдалану керектігін үйрендім. Тренерім Марал апайға және әріптесім Айнұр мен Айжанға алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта тәжірибемді осы мақсатын сабақ мақсатқа жету үшін саралау тәсілдерін пайдаланамын. Осы курста алған тәжірибемді ары қарай дамыта отырып, білімдерімді және тәжірибемді алдағы жұмыс барысында пайдаланамын. Назарларыңызға рахмет. Дауыс дұрыс шықпай тұр, кішкене қаттырақ. Мен Жаңаөзен қалалық білім бөлімінің 18-ші орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Саулебаева Айнұр Керімбаевна. Осы біліктілікті арттыру курсынан қысқа мерзімді жоспарды меңгергенімді 2-ші сыныптың дүниетану пәніне салып отырмын. Менің дүниетану пәнінен алған тақырыбым менің отбасым. Дүниетану пәнінің оқу бағдарламасымен таныса отырып, менің отбасым тақырыбына өзім туралы оқып, ортақ тақырыбым бөлім 1 мен және қоғам, 1 мен және менің отбасым бөлімшесінен мына оқу мақсатын таңдадым. 2-1-1-1 отбасылық мұрағат негізінде отбасы мүшелерінің ауызша портретін жасау. Бірінші оқу мақсатына қол жеткізу үшін екінші оқу мақсатын алдым. 2-1-1-2 мысалдар келтіре отырып, өз отбасындағы әдеп нормаларын түсіндіру. Себебі оқушы өз отбасының портретін ауызша жасай отырып, отбасындағы әдеп нормаларды түсіну керек. Бағдарлама талаптарына сай осы оқу мақсатын негізге ала отырып, мына 3 сабақ мақсатын сараладым. Отбасылық мұрағат негізінде отбасы мүшелерінің ауызша портретін жасайды. Өз отбасындағы әдеп нормаларын түсіндіреді. Қамқорлық пен құрмет көрсетуді мысалдар келтіріп дәлелдейді. Осы қысқа мерзімді жоспарды құруда оқу мақсатына жету үшін мына педагогикалық тәсілдерді пайдаландым. Әдебиет пәні мен бейнелеу өнері сабағын пәнаралық байланыста қолдандым. Заман талабына сай үштілділікті пайдаландым. Отбасы, семья, family. Ат қолдану бейне үздік. Тілдік мақсат отбасы мүшелерінің портретін ауызша жасайды. Құндылықтарды дарыту. Отбасы мүшелеріне деген қамқорлық пен кіші біліктілікті үйрету. Дағды, айтылым, тыңдалым, оқылым. Смарт жоспарым. Қысқа мерзім жоспарды құруда оқу мақсаты мен сабақ мақсатым нақты болды. Өлшемді 3 тапсырма алдым. Қолжетімді қолда бар материалдарды қолдандым. Шынайы жас ерекшеліктеріне сай тапсырмалар бердім. 40 минутқа тиімді тапсырма болды. Сонымен қатар, осы курста интербелсенді оқыту әдістерімен таныстым. Және де оны қысқа мерзімді жоспар құруда пайдаландым. Белсенді оқыту әдістерін бірінші тапсырмамда шахмат әдісін пайдалана отырып, жұптық жұмысын ұйымдастырдым. Нұсқаулық, отбасының суретін салу, отбасылық фотоальбом жасау, таныстыру, отбасы мүшелерінің ауызша портретін жасау және отбасы мүшелерін бейнелеу. Осы нұсқаулық бойынша оқушылардан мынадай нәтиже күтемін. А жұбынан отбасының сурет салуын, Б жұбынан отбасылық фотоальбом жасап таныстыруын, С жұбынан отбасы мүшелерінің ауызша портретін жасап бейнелеуін. Дағдылардың дамуы білім алушылардың өз ойларын білдіруге, түсініп қабылдауға, жұптасып жасау дағдыларын дамиды. Жұптық жұмыстың тиімділігі жаңа тақырып мәнін ашуға, өзінің пікірімен көзқарасын білдіруге, жұптасып ой бөлісуге, тапсырманы жұптасып орындауға көмектеседі. Шахмат әдісінің тиімділігі маңызды ақпарат туралы ой бөлісіп, жазылым, оқылым, тыңдалым мен айтылым дағдылары қалыптасады. Менің осы курста тағы бір үйренгенім саралау тәсілі. Қысқа мерзім жоспарды құрған кезде сабақ мақсатын сараладым. Оқушы қабілетін басты назарға ұстап, сабақ мақсатын қарапайымнан күрделіге қарай жүргіздім. Сабақ мақсатында алға қойған тапсырмаларының барлығына тамам келгенше саралауды жүргіздім. Саралаудың қарқын әдісін топтық жұмыста пайдаландым. Топтық жұмыста топтық әдісі арқылы постер қорғау. Осы оқу мақсатына сай етіп, 3 топқа мынадай тапсырмаларды бердім. А тобы топтастыру, В тобы сәйкестендіру, С тобы құрастыру. Осы 3 топтан күтетін нәтижелерім: А тобынан көп балалы отбасы шағын отбасы мүшелерін топтастыруын, В тобынан үлкенге құрмет, кішіге ізет, үлкенге жасаған жақсылықтары мен кішіге жасаған қамқорлықтарын сәйкестендіруін, С тобынан құрастыру, яғни сурет қиындыларына қамқор болу мен көмектесу композициясын құрастыруын. Топтық жұмыстың тиімділігі білім алушылардың есте сақтау, пікір алмасу, ортаға салу, қорытынды жасау дағдылары қалыптасады, өз ойын ашық айта алады. Постер қорғаудың тиімділігі
белсенді оқуға ынталары артады, өзара ынтымақтастыққа жұмыс жасауын ықпал етеді, сыныптастарына деген сенімділігі, өз әрекетіне жауапкершілігі артады. Қарқын тәсілінің тиімділігі: кейбір оқушылар басқаларына қарағанда жылдам жұмыс істейді. Қосымша тапсырмаларда көп күш жұмсауды талап ететін оқушылар үшін қолдануға болады. Осы бағдарлама барысында қысқа мерзім жоспар құруда критериалды бағалаумен таныстым. Оны оқу мақсатын пайдаланып шығарған сабақ мақсатына мынадай бағалау критерийлерін құрдым. Бірінші сабақ мақсатына отбасылық мұрағат негізінде отбасы мүшелерінің ауызша портретін жасайды. Екінші, өз отбасындағы әдеп нормаларын түсіндіреді. Үшінші, қамқорлық пен құрмет көрсетуді мысалдар келтіріп дәлелдейді. Критериалды бағалаудың тиімділігі: оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Яғни, бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны бағаланады. Осы критериалды бағалауда екінші тапсырмаға қалай енгізгенім туралы айта кетейін. Екінші тапсырмамда көшбасшы және тыңдаушылар әдісі арқылы ұжымдық жеке жұмысты жүргіздім. Мұғалім жетекшілігімен ұжымдық жұмыстың нұсқаулығы бейнеүздікте көре отырып, отбасының әдеп нормаларын түсіндіреді. Жеке жұмыстың нұсқаулығы отбасы қоғамның бір бөлшегі екенін түсінеді. Дескриптор отбасы мүшелерінің атап ретімен жапсырады, дәптерлеріне жазады. Отбасы қоғамның бір бөлшегі екенін өз түсініктерімен айтады. Сурет бойынша әдеп нормаларын түсіндіреді. Отбасы мүшелеріне арналған мақал-мәтелдер айтады. Дескриптордың тиімділігі: оқушы жұмысын бағалайтын тұжырым және де оқушының өзіне сенімділігін қалыптастырады. Осы тапсырманың орындау барысында қалыптастырушы бағалау, өзін-өзі бағалау, яғни қостым алдым қызықты әдісін пайдаландым. Қалыптастырушы бағалаудың тиімділігі: оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, өзінің оқу жетістіктерін бағалап отырады және оқушы білімінің одан әрі дамуына ықпал етеді. Мұғалім мен оқушының арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді. Өзін-өзі бағалаудың тиімділігі: оқушының білімге деген ынтасын арттырады және өзіне деген сенімділігі артып, жауапкершілікті сезінеді. Қостым алдым қызықты әдісінің тиімділігі: оқушылар өз білгендерін ортаға қосады, білмегенін алады. Тапсырма өте қызықты болады. Кері байланыс нысана әдісі. Нысана әдісінде сары түс бұл тақырып маған өте қызықты болды. Қызыл түсті шеңбер маған бәрі түсінікті, көк түсті шеңбер маған көмек қажет деген белгіні білдіреді. Кері байланыстың тиімділігі: мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы жақсарады, оқушының оқуға деген қызығушылығы артады. Ықшам сабақ оқу бағдарламасы, оқу жоспары қалыптастырушы бағалауды бір-бірімен байланыстыра отырып, саралау әдісін тренерімізден үйрендім. Әріптесім Жақсылық Ләззаттың әдіс таңдауға көмек етеді. Менің таңдаған бірге ойлаймыз әдісім жеке жұмысына сай келмес екенін айтып, көшбасшы және тыңдаушылар әдісін таңдауға көмектесті. Біліктілікті арттыру курсына жаңа әдіс тәсілдерді үйрендім, жаңа идеалдар пайда болды, саралау әдісінің тиімділігін түсіндім. Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша үйренгенім: әрбір білім алушының жүрегіне жол тауып, оның алға қарай ұмтылуына, елдің болашақ ұрпағының білімді болып шығуына, мұғалімдердің білім беруде үлкен рөл атқаратынына көз жеткіздім. Рахмет. Сабақта жоспарлауға ықпалы. Мен не үйрендім? Мен осы білім мазмұнын жаңарту курсында көптеген дүниелер үйрендім. Оқу мақсатынан сабақ мақсатын шығаруды, сабақ мақсатына қарап критериалды бағалауды тренерімнен және әріптесім Баракова Айнұрдан үйрендім. КМЖда белсенді оқытуды жүргізілетін түрлі әдіс тәсілдерді де үйрендім. Маған не қысқа мерзімді жоспар құруда, саралау бойынша тәсілдерді таңдау қиын болды. Дамыту осы біліктілік курсында үйренген әдіс тәсілдерді іс тәжірибемде қолданамын. Әлі де іздену керек деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.